السلام عليكم، بسم الله. هيا نبدأ. هذه قصة عن نورة، مغنية كويتية حقيقية. يعني أنتم تعرفون، إذا أنتم لا تعرفون اكتبوا عرس الجن، يعني عرس الجن هكذا. يعني عرس الجن، قصة نورة مغنية هكذا، اكتبوا وتجد. الآن أنا أخبر باللغة القزاقية. достар, ал енді бұл оқиға өте қызықты. Нура деген әншінің жандармен кездескен оқиғасы, шын болған оқиға. Яғни бұл жерде оқиғалар да шет тілінде түпнұсқасын осылай оқысаңыздар болады. Ал мен бұл жерде не айтылғанын қысқа айтып кетейін. Сонымен Нура деген шетелдік кувейттік әнші, 90 жылдардың ең мықты атақты әншісі. Бүкілі жақсы көреді, оны тойларға шақырады, кештерге шақырады. Сонымен әдеттегідей бір күні шегіде бір күні ол да телефон шырылдап, оған звондап хабарласып тойға шақырады оны бір әйел кісі. Сонымен әдеттегідей ол Нура және оның командасы жаңағы адреске барады. Барғанда дейді, сондай үй өте үлкен болды дейді, және expensive decorations, өте қымбатты бағалы заттармен, безендірулермен үйге кіреді. Үйге кіргенде жаңағы адамдар дейді, ішіндегі адамдар кішкене басқаша болды дейді, және олардың отырды дейді, a hard type of pillow, сондай жастықтың қатты бір түріне, қатты жастыққа отырды дейді. Және олар келіп амандасады Нураменен, және олардың бетінен сүйгенде дейді, сондай ыстық болды дейді, олардың денелері, беттері сондай ыстық болды дейді. Және де олар билеген кезінде дейді, жаңағы дене қолдары шашты түкті болды дейді, қолдарының бәрі. Және олар билеп жатқан, were dancing дейді, билеп жатқанда юбкалары көтерілгенде олардың аяқтары енді тұяқ болды дейді. Аяқтары кәдімгі малдың тұяғы болды, және пышақтар мен вилкалар сияқты болды дейді. Сонымен оның командасы was nervous and very scared, қатты нервтетіп, қатты қорықты дейді, scared. Және Нура оларға айтады, don't worry, уайымдамаңдар. Егер оларға біз өзіміздің қорыққанымызды сондай хаосты көрсетіп қойсақ дейді, олар бізден күдіктеніп қалады дейді. Suspicious деген күдіктенеді дағын, олар бізге кім біледі олардың бізге не істейтінін дейді. Who knows what they will do, олардың бізге не істейтінін дейді. Сонымен олар өздерінің қорыққандарын білдірмеуге тырысып тұрғанда дейді, жаңағы бір кезде свет өшеді дағы, мына жерде енді жас байлар кіріп келді дейді. Сол светтің өшкен кезінде дейді, the light went out, енді оның командасы жандарын сақтап қалу үшін қаша бастайды дейді. Қашып шыққан кезінде уже Нура артына қарағанда ол үйдің бос заброшенный үй екенін байқайды. Дым жоқ үй екенін байқайды да. Сол жерде қашып тұрғанда қастарына бір адам келіп айтады, сосын бұлар айтады, that house is filled with jinns. Анау үй оның іші толы жындар, біз оны өз көзімізбен көрдік деп айта бастағанда жаңағы адам айтады, сендер ол үйге кірген, ол 3 жылдан бері бос жатқан заброшенный үй ғой дейді. Одан кейін ол Нура және оның командасы өлең айтпапты дейді.